Жасушаның құрылысы мен қызметі. Цитология – жасуша туралы ғылым, жасушаның құрылысы және құрылымын зерттейтін ғылым саласы. Бүгінгі сабақта жасушаның құрылысы мен қызметі, өсімдік және жануар жасушасының құрылысы туралы ақпарат білесіздер. Адам күрделі организм. Мөлшері мен құрылымы бойынша бірнеше триллион жасушалардан жасалған. Әртүрлі формада ұйымдастырылған және белгілі бір функцияларды жүзеге асырады. Жетілдірілген технология биологтарға ағзалардың жасушалық құрылымы мен қызметін зерттеуге көмектесті. Олар тіпті жасушалық құрылымды өзгертудің және гендік инженерия көмегімен адамның денсаулығы мен қоршаған ортаны жақсартудың тәсілдерін тапты. Роберт Гук 17 ғасырдың ортасында қарапайым микроскоппен жасушаны ашты және жасушалық биологияның қызықты дәуірінің генезисін белгіледі. Жасуша – тіршіліктің негізгі құрылымдық және қызметтік бірлігі. Жасушаның құрамына не кіретінін және жасушаның қалай жұмыс істейтінін түсіну биотехнология сияқты барлық биологиялық ғылымдарының негізі болып табылады. Генетикалық инженерия және молекулалық биология. Сонымен тұтас организмдерден бастайық және молекулалық деңгейге дейін жұмыс жасаймыз. Ағзалар мүшелер жүйесінен тұрады. Мұнда көрсетілген ас қорыту жүйесі сияқты. Бұл органдардың әрқайсысы үйлесімді түрде жұмыс істейтін жеке мүшелерден тұрады. Бауыр асқазанының ащы және тоқ ішектер сияқты мүшелер ас қорыту жүйесінің бір бөлігі болып табылады. Барлық мүшелер тіндерден тұрады. Тіндер дегеніміз бір функцияны орындайтын ұқсас жасушалар тобы. Мысалы, эпителий ұлпасы және бұлшықет тіні. Тіндер жасушалардан тұрады, ал жасушалар өмірдің ең кішкентай бөліктері болып табылады. Жасушаларда органеллалар мен молекулалар бар. ДНК жасушалары сияқты құрылымына қарай екі түрге жіктеледі. Прокариотты жасушалар және эукариотты жасушалар. Прокариотты жасушалар бұл жасушалардың қарапайым формалары. Олар бактериялар мен цианобактериялар. Бір клеткалы организмді құрайды. Прокариотты жасушаларда мембранамен байланысқан ядро және басқа органеллалар жоқ. Әдетте бір дөңгелек молекула болады. ДНК жасушаның цитоплазмасы ішінде қалқып жүреді. Екінші эукариоттық жасушалар өсімдіктер мен жануарлар сияқты күрделі көп жасушалы организмдерді құрайды. Эукариотты жасушалық құрылым мұнда суреттегендей өте күрделі. Оларда ядро және басқа мембранамен байланысқан органоидтар бар. Жануар жасушалары барлық жануарлардың негізі. Жануар клеткасын мұқият зерттейік. Жануарлардың жасушалар фосфолипидті екі қабатты қорғалған. Бұл жасушаларды қоршап, молекулалардың жасушадан кіруіне және шығуына мүмкіндік беретін қақпа ретінде жұмыс істейді. Жасушаның ортасында ядро жатыр. Ядро жасуша миының қызметін атқарады. Жасушаның метаболизмі және ядросы реттеледі. Онда ДНК хроматин түрінде және ядро түрінде болады. Жасушаларда митохондрия деп аталатын бірнеше қос қабықты байланысқан органеллалар бар. Олар жасушаның қуат көздері және АТФ генерациялау үшін жасушалық тыныс алуды жүзеге асырады. Бұл жасушаның энергетикалық валютасы. Рибосомалар – бұл жасушалардың ішінде көп мөлшерде кездесетін кішкентай шар тәрізді денелер. Олар жасушалардың ақуыз фабрикалары ретінде белгілі. Жасушалардың ішіндегі ақуыздардың синтезін жүзеге асырады. Рибосомалар эндоплазмалық торға жабысқан болуы мүмкін. Эндоплазмалық тор түтікшелер мен көпіршіктердің өзара байланысқан торын құрайды және клеткалар бойына белоктар тасымалдайды. Голджи аппараты, цистерналар деп аталатын мембраналық қапшықтар жүйесі. Голджи аппаратының мақсаты секреторлы көпіршіктерді тасымалдау және лизосомаларды түзу. Лизосомалар бұл жасушаның өзін-өзі өлтіру белі. Оларда ас қорыту ферменттері бар және жасуша ішілік ас қорытуды жүзеге асырады. Эукариотты жасушаның тағы бір түрі өсімдік жасушасы. Жасушалардың екі түрі де өте ұқсас, бірақ үш айырмашылық бар.
Біріншіден, өсімдік жасушаларында жасуша мембранасының айналасында жасуша қабырғасы болады, ал жануар жасушасында жасуша қабырғасы жоқ. Екіншіден, өсімдік жасушасында үлкен орталық вакуоль болады, ал жануарлар клеткаларында бірнеше кішкене жасушалар болуы мүмкін. Вакуольдер бір қабықпен байланысқан органеллалар. Қалдықтарды сақтау және жинау мақсатында қажет болады. Вакуольдің ішінде пайдалы не зиянды заттар болуы мүмкін. Мысалға, хлоропласт. Хлоропласт өсімдікке жасыл түс беруші пластид.